Hayırlı күн, құрметті көрермен әріптестер. Жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Сіздерге Алланың берекесі мен ырзығы болсын. Кәсіптеріңіз адалынан тауып жүре беріңіздер. Сіздерге бүгін айтайын деп жатқан әңгімеміз осы кәсіп туралы. Өзіміздің фермерлер тобында әңгіме болыпты. Bir ағамыз енді шығынға ұшырап бұл кәсіпті бастаған екен, бірақ сол кәсіптің болашағына сенбей жарты жолдан қалып кетейін деп тұр екен. Оны жүргізе алмай жүргізіп жатқан бауырларымызға артық сөз айтып, солармен сөзге қап группаны шығып кетіпті. Сіздерге айтатын жайт, бұл кәсіпті бастайтын кезде мен бай болып кетемін, 3 айда шіріге бай болып кетемін деп бастаудың қажеті жоқ. Оны Алла Тағалаға сеніп бастауымыз керек. Қалай бастайсыз? Сіз главный жайдан бастап кәсібіңізді бастап қоясыз. Қолыңыздан келген тірлігіңізді істейсіз. Қолыңыздан келген сол көңдеріңізді дайындап, соңғы шылаушынды жіберіп, содан кейін сіздің ісіңіз только соны күту болып табылады. Көбейтемін десеңіз, ары қарай дамытамын десеңіз, ол Алланың қалауында, сіздің ниетіңізде. Соны ары қарай алып кетіп көбейтіп үлкен объемға шығатын болсаңыз, сізге де Құдай қаласа сұраныстар көбейеді. Бұл кәсіптің болашағы жоқ болатын болса, өзбек бауырларымыз дамып, бір-бірімен конкуренция болып, Қазақстанға тауарларын жібермес еді. Біріншіден, екіншіден, олардың өздерінің брендтері бар, импортқа, сыртқа шығарып жатыр. Содан пайда көріп жатыр. Қазақстанда Аллаға шүкір брендтеріміз бар, Пернебек ағамыз бен Бақытжан ағамызда. Ол кісілер де үлгермей жатыр. Бізге де одақ құрып бірігіңіздер, жұмыстарды көбейтіңіздер. Бүйі болмаса тезірек көбейтін шығар жолдарын іздестіріңіздер деп бізге ақылдарын, білгендерін айтып жатыр. Өткен алдағы құрылтай семинар болып өтті Түркістан облысында. Сол кезде барлық мәліметтер айтылды. Сол жерде Қазақстанға белгілі бизнесмендер, сол бизнесті жүргізетін адамдар келіп, өз ақылдарын, өз ойларын айтып, бұл кәсіптің болашағы зор. Ешқандай адам жері болып бастап кетуіне өте тиімді кәсіп. Аздан бастауға, нөлден бастауға, бірден бір таптырмайтын кәсіп. Тіпті ақшаңыз болмай жатса, қарызға да алып болсын, шылаушындарды санап болсын, коробкасымен қарызға да беретін бауырларымыз бар. Өте де жетерлік. Өзіме де хабарлассаңыздар, келісіп қарызға алуға болады. Тек қана бұл кәсіпті басқан кезде артқа тартпаңыздар. Бұл өте пайдалы кәсіп болғаннан кейін еш ойланбастан кірісіп кетіңіздер. Бұл сіздерге пайда әкеледі, зияның ешқандай болмайды. Тек қана зияны ол өзіңіздің істемейтін ниетіңізде болып қалады. Тек бұмен айналысыңыздар деп айтпаймын. Вообще кәсіп бастаған кезде, любой кәсіп түрін бастаған кезде ниеттеніп, Аллаға тапсырып, Аллахтың ырзығын іздеп сұрап, сонымен бастау керек менің ойым. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі айтайын деп жатқан тақырыбым осы еді. Келесіде бізді ақпарат күтіп, бізбен бірге байланыста болыңыздар.